Күйеуімнің қазасына 3 ай болды. Үйге кіріп шыққан адам азайды. 2 кішкентай баламмен жалғыз қалдым. Күнде кешке тыныштық үрейге айналады. Есіктің сықыры, терезенің сыбыры бәрі күмән тудырады. Бірақ бұл түн басқа болды. Сол түні түс ауа аулақ сақалы марқым күйеуімнің алыс туысы келді. Қолында дорба, үстінде шапан, жол жүріп шаршап келгендей көрінді. Қарағым, осы үйге кіріп дұға жасап кетсем деп едім. Мүмкін болса бір түн түнеп шығайын деді жай үнмен. Әдетте мұндайға тосқауыл қою қиын. Қазақы тәрбие, қонаққа деген құрмет бәрі қарсы тұрды. Мен кіргіздім. Түн ортасы, балалар ұйықтап қалған. Есіктің арғы жағынан адым басқан дауыс естілді. Жүрегім атқақтай жөнелді. Есік қағылған жоқ. Тек ақырын ашылып, қарияның сұлбасы көрінді. Қолында дәрет суы бар сияқты болып көрінді. Бірақ көзі мүлде басқа ниетті айтып тұрғандай. Жатсам бола ма, қызым? Суық екен. Пеш сен жатқан бөлмеде ғана жанып тұр ғой. Ата, бұл дұрыс емес. Басқа бөлмеде жатыңыз дедім дірілдеп. Ол үндемей артқа шегінді, бірақ сол сәт менің жүрегіме дақ болып қалды. Бұл ниет, бұл көз қарас. Мен ешкімге айта алмаймын да. Себебі дәлелім жоқ. Бірақ жанымдағы жара дәлелдеген артық. Келесі күні ол ерте кетті. Шай ішіп отырғанда да ештеңе болмағандай сөйлеп отырды. Бірақ менің ішімде бір нәрсе өліп қалғандай болды. Сенім, құрмет, қауіпсіздік сезімі. Сол күннен бастап мен ешкімге жалғыз үйге түнемеуге тырыстым. Балаларым үшін мықты болуға тырыстым. Келесі күні ел қатарлы басталды. Балаларымды мектепке шығарып салып, өзім шай үстінде ойға баттым. Кешегі түнгі жағдай көз алдымнан кетер емес. Әлгі қарияның сыпайы қалыптағы сөзі мен көзіндегі ниет екі бөлек дүние еді. Қария ғой деген сенімім тасталқан болды. Оны ешкімге айтсам да дәлелдей алмаймын. Қонақ келген, дұрыс түсінбей қалған шығарсың дер. Бірақ мен әйел заты ретінде бір нәрсесін сезіндім. Ол түнде мені қорғансыз көрді. Жесір екенімді білді. Үйде еркек жоғын білді. Соны пайдаланып көрмек болды. Сол күні ауылдастарыммен жырақ жүрдім. Шешеме айтуға батпадым. Себебі ел жұрттан ұяламын. Әр сөзі, әр қимылы кеше көрінбеген қырынан ашылды. Сені аяп келдім, балаларыңа көмектесем деген сөзінің астарында басқа ниет болғанын енді түсіндім. Түстен кейін көршім Күләш апай кіріп келді. Әй, кешегі шал сенде қонды ма, деді жай ғана. Иә, қонды, шаршап келіпті дедім, қысқа ғана. Ойбай-ау, ол шал қайдан келіп жүр саған, деді. Өткенде бір жалғыз басты кемпірге де барыпты. Бір түрлі әңгімелер айтылып жүр, деді де жайбарақат шайын ішіп отыра берді. Жүрегім дір ете қалды. Бұл тек менің жағдайым емес екен. Күләш апай кеткесін іле шала есікті іштен іліп алдым. Екі терезеге де перде жаптым. Іште бір ғана ой, енді ешкімге сенуге болмайды деген қорқынышпен арпалыстым. Қорғансыз әйелдің үйі қақпағы ашық құдық сияқты. Не түседі, не кім түсіреді белгісіз. Сол түні балалармен бірге бір бөлмеде жаттым. Есіктің алдында үстел сүйедім. Қария кетіп қалғанмен оның көлеңкесі үйден шықпағандай. Түн жарымында шошып оянып есіктің тұтқасына қарадым. Қозғалмаған, бірақ жүрек тыныш емес. Ертеңіне мектептен келген балам Айбар. Анашым, кешке бір кісі терезеден қарап тұрды. Мен көріп қалдым, деді сыбырлап. Қай терезеден? Ас үй жақтан. Қаным басыма шапты. Енді шыдай алмайын. Бірден учаскелік полицейдің әйеліне хабарластым. Өзімнің құрдасым, сенімді жан. Қайырлы күн, Гүлнұр.
Bir кісі жайлы күдігім бар. Кешелі бері тыныштық жоқ. Өткен түнде де үйге көз салған, бірақ дәлел жоқ. Атым кім екенін білесің бе? Иә, кеше менде қонған ауыл ақсақалы. Гүлнұр сәл үнсіз қалды. Сосын ол кісі жайлы арыздар бар, бірақ ешкім ашық жазбапты. Бәрі ұят болады, жасымнан үлкен деп үнсіз. Егер сен ресми мәлімдеме жасасаң, қозғала бастайды, деді. Мен үнсіз қалдым. Ауыл не дейді деген ой, менің балаларымды қорғауым керек деген ой екі арнада күресіп жатты. Түстен кейін көршім Күләш апай қайта келді. Бұл жолы жүзінде уайым бар. Қызым, саған бір нәрсе айтқалы келдім. Кеше мен саған ол кісі туралы жай айтқандай болдым, бірақ мен де өзім куә болған жағдайды жасырдым. Не болған? Осыдан 2 ай бұрын бір жесір келіншек ауыл сыртында лашық үйде тұрды. Сол үйге дәл осы қария бірнеше рет барған. Бір күні ол келіншек ауылдан көшіп кетті. Үнсіз, ешкімге ештеңе айтпастан. Сонда сол келіншекпен сөйлестім. Жылап тұрып айтты. Үндемесем, баламды да тыныш қалдырмайды деп. Сол сәтте мен ішкі шешімге келдім. Үндемей отыра берсем, ертең тағы бір ана, тағы бір қыз зардап шегеді. Сол түні ерекше суық басталды. Балаларымды ертерек ұйықтатып, мен ас бөлмедегі шамды өшіріп, терезеден көз алмай отырдым. Іштей сездім, ол келеді. Себебі мен үнсіз қалмадым. Түнгі 1-лер шамасында есік алдына әлдекімнің келген дыбысы шықты. Әуелі жай жүріс, сосын тұтқа бұралуы, бірақ есік жабық еді. 1-2 минут тыныштық. Артынша есік қағылды. Үнсіз, қатты емес, бірақ талаппен. Мен тынысымды ішке тартып үнсіз күттім. Қолымда телефон. Бір қоңырау шалсам, учаскелік кезекші келеді. Бірақ соған дейін не боларын кім біледі? Сол кезде есіктің арғы жағынан таныс дауыс шықты. Қария еді. Қызым, аш есігіңді, мен жай сөйлесейін деп келдім. Айтарға сөзім бар, деді біртүрлі мейіріммен. Мен үндемедім, бірақ жүрегім дүрсілдеді. Бір кезде дауыс өзгерді. Не істедің сен? Не үшін жағымдандың? Мен саған не жамандық қылдым, а? Сен мені ел алдында қара бет еттің. Қарияны масқара еттің. Даусы ашуға толы еді. Сырттан бірдеңе тепкен дыбыс естілді. Сірә аяқпен есікке соққы берген болар. Сол сәтте мен ішкі жарықты жақтым. Телефонның фонарын терезеге сыртқа түсіріп, даусымды қатты шығардым. Бұл үйде жалғыз емеспін. Көршім де, полицияда хабардар. Тағы бір қадам, дәлелмен ұстаймын. Кет. Ұзақ үнсіздіктен кейін жүріс дыбысы естілді. Ол кетіп бара жатты. Ауыл 2-ге жарылды. Бір тобы мені жесір жалғыз деп кінәлады. Екінші тобы мені ғана жақтады. Тіпті кейбір көршілер бұрынғыдай сәлемдеспейтін болды. Балаларымды да мектептен кейін сыбырлап шығарып салып жүретін. Анасы үлкен кісіні жазықсыз соттатпақшы деген өсек тарапты. Жиналыста ауыл қарияларының ішінен әлгі адамда бар екен, бірақ жүзінен өзгеріс байқалды. Ашулы емес, қорыққан, әлсіреген. Қызым, деді ол. Сен менің абыройымды жер қылдың. Ел алдында масқара еттің. Мен көзіме тік қарап. Мен өзімді қорқадым. Егер шынымен абыройлы болсаңыз, онда неге түн ішінде есігімді қақтыңыз? Неге терезенің сыртында тұрдыңыз? Неге балаларым сізді көріп шошиды? Жиналыста үнсіздік орнады. Бұрынғыдай ақсақалдың сөзін бөлме деген дауыс естілмеді. Бұл жолы олар мені тыңдап тұрды. Иә, келіншек дұрыс айтады. Біз әйелді тыңдамай келдік. Бірақ үндемегеннің бәрі келісім емес, қорқыныштың белгісі. Ал бұл әйел қорыққан жоқ. Біз енді дұрыс жағына шығайық, деді. Қария төмен қарап үнсіз отырды.
Ақырында жарайды, мен бұл ауылдан кетемін, өз қателігіммен жалғыз қалам деді. Қария ауылдан кетті, бірақ оның көлеңкесі артында қалды. Көп әйел үндемей-ақ маған иек қағып қолдау білдіре бастады. Арада бірнеше ай өтті. Ауылда бұрынғы тыныш тіршілік орнына келді. Кейде кешкісін ас үйдің терезесінен далаға қарап отырып өткен күндер есіме түседі. Бір күні ауыл имамы мені арнайы шақыртты. Сенімен бір нәрсені бөліскім келеді, деді ол жұмсақ үнмен. Әлгі кісі баяғыда ауылдан кеткен. Басқа облысқа барыпты. Бірақ жақында аш-жалаңаш, жалғыз күйде көзі жұмғаны туралы хабар келді. Мен сәл үнсіз қалдым. Қуанышта, өкініште болмады. Тек жүрегімнен ауыр тыныс шығып, ішімнен бұл тағдырдың өз үкімі деп ойладым. Ағайын туыстар жанына жоламаған екен. Қала мешіті жанынан көмілген, деп жалғады имам. Мен басымды изедім. Жанымда ешқандай кек қалмапты. Тағы тек бір ой. Егер ерте тоқтағанда, егер шын